2022 жылы бүйрегімнен приступ беріп, больницаға түстім. Так, Шыңғыс деген бауырымыз келді, 29 жаста, бүйрек тас ауруымен операция жасалған. Сол кезде зәр шығатын канал зақымдалып, сол каналға 2 рет ота жасалған, лазерный операция жасап, каналды жаңағы зақымдалған жерін ашуға тырысқан, бірақ ол жер ашылмай қайтадан жабысып қала беретін. Каналдың слизистый, ол өте тонкий, өте нәзік болып келеді. Ол жер бір зақымдалса, ол қайта зақымдалып, қайта жабысып қала береді. 2 жыл бойы кіші дәретке өзі шыға алмайды, тек қана катетер арқылы, эпицистостома дейді, сол эпицистостома арқылы шығып жүрген. Енді Алла қаласа, бұл жерге пластическая операция жасаймыз, ауыздың ішінен слизистый шикиді алып, зақымдалып жабысып қалған жерді қайтадан восстановить етуге тырысамыз. Құдай қаласа, осы операциядан кейін өзі кіші дәретке шығып, жаңа трубкадан арылатын болады. Менің аты-жөнім Шыңғыс Болатұлы. Мен 2022 жылы декабрь айында бүйрегімнен приступ беріп, больницаға түстім. Бүйрек пен қуықтың ортасындағы каналда тас тұрып қалады. Сол каналда экстренный операция жасау керек, срочно алу керек болады. Сонымен соған операция жасатамын городской больницада. Сол операциядан кейін операция жасайды, сосын стенд қояды орнына. Сосын одан кейін мен кіші дәретке баруым қиындай бастайды. Сосын удаление стента 1 айдың көлемінде деген мен 15 күннен кейін айналып келемін да, уже мен кіші дәретке барып осылай проблемамен екінші проблема басталады. Удаление стентқа барған кезде общий наркоз береді да, каналға бужирование жасалып, стентті удаление стент алып тастайды. Сосын орнына силиконовый катетер қояды, 14 күннің ішінде қайтып келіп аласың, сосын жақсы болады деп айтқан болатын. Сосын 14 күннен кейін келем, катетерді алғаннан кейін кіші дәретке баруым қиындай бастайды. Басында барып жүрем, артынан уже қысыла бастайды. 1 аптаның ішінде мен кіші дәретке бара алмай қалам. Сосын түнгі сағат 12-де скорый шақырып больницаға барам. Больницадан қайтадан маған канал жабылып қалған туралы айтады. Катетер қойып береді, қуықтан прямой. Сонымен больницадан бір аптадай жатамын да, сосын қайтып шығып, портал жинап, документке лазерный операция жасаймыз деп айтады. Сосын 2-3 ай уақыт кетеді, лазерный операция жасап шығам. Тура сондай ситуация қайталанады. 14 күн катетермен жүрем, мүшенің каналмен. Одан кейін, оны алғаннан кейін 1 апта максимум барып жүрем уборныйға, кіші дәретке. Сосын бара алмай қалам. Одан уже маған пластикаға ота открытие операция жасау керек деп айтады. Мен оны зерттеймін, көрем. Енді үлкен операция. Мен ютубтан көрсеңіздер болады, пластикаға операция. Не жасатамын деп жүріп, 2 жыл уақыт өтеді. Он 1 жылда осы Ионур Исабековичқа келіп, ол кісі айтады, осылай пластикаға ота жасау керек, онсыз болмайды, лазерный операция жасата бергеннен толық уже болмайды деп. Сосын мен келем, полный анализ тапсырамын, операцияға дайындалам, бірақ операция уже жақындағанда мен қорқамын да, операцияға келмеймін. Катетермен жүре берем. Жыныстық қатынас бәрі болады, бірақ өзім сия алмаймын. Ол жерден ұрық шықпайды. Сонымен жүре берем, адам 3 күннен кейін көрге де үйренеді дейді. Сонымен сөйтіп жүріп, үйреншікті жағдай болып кетеді. Одан кейін қуық воспаление береді, сосын 1-2 дәрі ішіп аласың да жүре бересің. Катетерді 10-15 күн сайын ауыстырып тұру керек негізі. 1 айда ауыстырасың, воспаление болған кезде бірақ ауыстырып сөйтіп жүрдік. 2,5 жылдай уақыт өткеннен кейін жасату керек болды. Ол да болмайтын болды. Сонымен 2,5 жыл өткеннен кейін осы Ионур Исабековичқа келіп пластикалық ота жасатамын. Операциядан шыққаныма 1 ай болды. Аллаға шүкір, қазір 2,5 жыл уборныйға бармай семей жүрген немнен дертімнен айығып, бірінші Алла, екінші Ионур Исабековичтің арқасында өз еркіммен уборныйға, туалетке барып, кіші дәретке сындырып жүрмін. Операция жасап біттік. Аллаға шүкір, операция сәтті өтті. Қазір Шыңғыс бауырымыз өзі кіші дәретке барып жатыр. Енді 2 жыл кіші дәрет жаңағы мүшенің орнын, кіші дәрет шығатын каналдың орнын атқарған катетерді бүгін алып тастаймыз. Құдай қаласа, катетерден құтылатын болады. Мынандай катетер. Осы катетерді алып тастадық. 2 жыл осы катетермен жүрген. Катетер қуықта тұрған, прямой, осы жерде, кіндік пен мүшенің ортасында. Қуыққа прямой қойып қойғанбыз катетерді.
Все, катетерді алып тастадық. Енді Алла қаласа өзіміз кіші дәретке барамыз. Алла шипасын берсін. Ауырмайық, тек қана бәрі жақсы болсын. Все жақсы, давайте. Біз тек қана емдемейміз, біз өмір сүру сапасын жақсартамыз.